Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен қара өрік пен грек жаңғағы қосылған пирогын дайындайтын боламын. Көптің көңілінен шыққан пирог. Бұл пирог дәмді болғанымен тәттілігі аздау болып шығады. Бұл рецепт YouTube желісінде, интернет желісінде жоқ. Бұл кондитер әпкеміздің өзінің ойлап тапқан рецебі. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді қосып аламыз. Електен өткен ұнымызға разрыхитель, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді сары майымызды салып, ұнымыз бен сары майымызды жақсылап біріктіріп аламыз. Құрғақ қоспаларын қосып, сары майын қосып, осылай жақсылап біріктіріп алдық. Енді жұмыртқаның сарысы, бір жұмыртқаны қосып, нанымызды жұмсақ қылып илеп аламыз. Одан кейін 10-15 минутқа тындыруға қоямыз. Енді нанымыз тынғанша ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Осылай қара өрікті екіге бөліп, ішіне грек жаңғағын салып, алдын ала дайындап қоямыз. Енді пирогымызға құятын заливкамызды дайындаймыз. Қаймақ, қант, ұн грек барлығын біріктіріп, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Пирогқа қосатын қоспалардың барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Қамырымыз 15 минуттай тұрды. Енді қамырымызды жайып дайындайтын боламыз. Қамырымызды жайып, формамызға салып алдық. Осылай шаншқының көмегімен қамырымызды тескілеп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа 10-15 минутта қамырын пісіріп аламыз. Қамыры піскеннен кейін 10 минутқа суытып қоямыз. Енді салмасын салып, заливкасын құямыз. Енді алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа жоғарғы төмен функциясын қосып 15-20 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Пирогымызды пештен шығарғаннан кейін толық суығанша қоямыз. Толық суығаннан кейін тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып, одан кейін дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Енді бұл пирог өте дәмді болғанымен тәттілігі аз. Грек жаңғағы мен қара өрік қосылғаннан кейін дәмі жақсы үйлесіп, ерекше дәм береді.
бұл рецепт ешқандай YouTube желісінде, интернет желісінде жоқ. Кондитер апамыздың өзінің ойлап тапқан рецебі. Талай рет жасап көрдік. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.